Арма құрметті көрермен, Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілген баспасөз мәслихатымызды бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының 2025 жылы атқарған жұмыстарының қорытындысы және алдағы жоспарлары туралы ендеше ақпаратпен бөлісетін алаңымыздың құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Абдалиев Қайсар Қайратұлы, Атырау облысы бойынша денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Құрметті Қайсар Қайратұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Құрметті желі қолданушылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, алаңымыздағы баспасөз мәслихатын Атырау облысы әкімдігінің және өңірлік коммуникациялар қызметінің Фейсбуктағы, Ютубтағы ресми парақшаларынан тамашалай аласыздар. Сондай-ақ тақырыпқа байланысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, комментарий бөліміне немесе 8747 544 98 71 байланыс номеріне WhatsApp желісі арқылы жолдауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Олай болса, Қайсар Қайратұлы, тағы да қош келдіңіз. Баяндамаңызбен бөлісуге рұқсат. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары. Ағымдағы өткен жылдың қорытындысы бойынша қысқаша ақпарат беретін боламыз. Сонымен қатар енді бүгінгі площадканы мүмкіндікті пайдаланып, қазіргі әлеуметтік желідегі инфраструктура қатысты, тағы да басқа мәселелерге, біздің салаға қатысты сұраққа жауап берулерге және ол бойынша комментарий беріп кетуге дайынмын. Сол себептен рұқсат етсеңіздер, онда баяндамамды бастайын. Атырау облысының денсаулық сақтау саласының 2025 жылдың қорытындысымен атқарылған жұмыстар арқылы келесі көрсеткіштерге қол жеткізілді. Медициналық санитарлық алғашқы көмек ұйымдарында тұрғындардың арасында профилактика қарап тексеру және скринингпен қамту арқылы аурушаңдықтың ерте кезеңде анықтауға, науқастарды уақытылы диспансерлік есепке алуға, тиімді емдеуге, асқынған жағдайлармен өлім жітімді азайтуға және халықтың жалпы денсаулығын жақсартуға ықпал етеді. Осыған байланысты Атырау облысында келесідей негізгі көрсеткіштерге қол жеткізілді. Атырау облысы бойынша 25 жыл 24 жылмен салыстырғанда қатерлі ісік аурулардан өлім жітім көрсеткіші 15-те 5%-ға, қан айналым жүйесінен болатын аурулардан өлім жітім көрсеткіші 18-де 6%-ға, туберкулез ауруларынан болатын өлім жітім көрсеткіші 45%-ға төмендеді. Сонымен қатар демографиялық көрсеткіштерге тоқталатын болсақ, туу көрсеткіші 8-де 2%-ға және табиғи өсім 8-де 1%-ға төмендеуі байқалады. Сондай-ақ Атырау облысы ана мен бала өлімін азайту мақсатында өңірлік жоспарлар жасақталып, штаттан тыс республикалық мамандарды тарта отырып, кешенді ұйымдастыру әдістемелік жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының 25 жылғы 30 сәуірдегі бұйрығына сәйкес жылдарға арналған ана мен бала денсаулығын қорғау қызметін дамыту жөніндегі іс-қимылдар жоспары бекітілген болатын. Бұйрық негізінде жүйелі шаралар іске асырылды. Қабылданған шаралар нәтижесінде көрсеткіштердің төмендеу динамикасы байқалып отыр. Сонымен қатар медициналық ұйымдарда жүкті әйелдер мен балаларға көрсетілген көмектің сапасын арттыру, ерте диагностикалау мен уақытылы емдеу шараларын күшейту, қауіп топтарын анықтап, олармен мақсатты түрде жұмыс жүргізу қолға алынған. Алдағы кезеңде де аталған бағытта жұмыстар жасалып, көрсеткіштерді одан әрі жақсарту бойынша жүйелі шаралар іске асырылатын болады. Жүйелі түрде атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесінде ана өлімі соңғы 24 жылмен салыстырғанда 2 есеге дейін, сәби өлімі 7-де 2%-ға дейін төмендеді. Сондай-ақ Атырау облысында тәжірибелі мамандардың келу нәтижесінде келесідей жұмыстар жасалуда. Бірқатар заманауи оперативтік араласулар, оның ішінде аз инвазивті және жоғары технологиялық операциялар енгізілді. Бұл өз кезегінде емдеу тиімділігін арттыруға, стационарда болу мерзімін қысқартуға және операциядан кейінгі асқынулардың төмендеуге мүмкіндік береді. 2025 жылы жалпы 24251 операция жасалған болатын. Бұл 24 жылмен салыстырғанда 5-те 7%-ға жоғары көрсеткіш. Енгізілген технологиялар нәтижесінде асқынулар деңгейі операциядан кейін 49-ға 9%-ға төмендеп, емдеу ұзақтығы қысқарды 7-те 7 күнге дейін. Облыста 2023 жылы 246 адамға, 2024 жылы 362 адамға жоғары технологиялық медициналық қызмет көрсетілсе, мұндай көмек 25 жылы 387 адамға жасалып, жалпы өсім 57% құрады. Басқа өңірлерге стационарлық емдеуге көмекке жүгінген азаматтар саны да жыл санап артып келеді. 23 жылы басқа өңірлерде ем алған Атырау облысының азаматтарының саны 1026-ны құраса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 7705-ке дейін, 25 жылдың қорытындысы бойынша 7296-ға дейін азайған, яғни 27%-ға төмендеген. Бұл өзімізде осы уақытқа дейінгі қолжетімсіз медициналық көмектердің санының артуына байланысты.
Сондай-ақ 2025 жылы облыс бойынша бірқатар медициналық ұйымдарға госпитальды фармация бөлімшелері ашылып, өз қызметін бастады. Атап айтқанда Атырау облыстық перинаталды орталығы және Атырау қалалық перзентханасы госпитальдық фармация бөлімшелерін ұйымдастырып, қазіргі таңда белгіленген талаптарға сәйкес жұмыс жүргізуде. Атырау облысындағы өзекті мәселелердің бірі ол кадр тапшылығы. Кадр тапшылығын азайту мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылған болатын. Облыста медициналық мамандардың саны жыл санап артып келеді. Дәрігерлер саны 2023 жылы 1675-тен 2025 жылы 1775 дәрігерге дейін өсті. Жүйелі жұмыстардың нәтижесінде дәрігерлер тапшылығы айтарлықтай азайды. 23 жылмен салыстырғанда 2-2 есеге дейін төмендеді кадр тапшылығы. Өңірге келген дәрігерлердің саны артып келеді. Оны айттық. 25 жыл өңірімізге 185 маман келген болатын. Олардың басым бөлігі 108 дәрігер қалаға, қалғаны аудандық ауруханаларға жұмысқа жөнелтілді. Орта медициналық қызметкерлер саны да артып келеді. Яғни орта қызметкерлер саны бізде 3 жыл бұрын 5261 болса, қазіргі таңда 5634-ке дейін өсті. Сонымен қатар маман тапшылығын тұрақтандыру үшін кешенді әлеуметтік қолдау шаралары жүргізілуде. Атап айтқанда бізге осы уақытқа дейін 23 жылға дейін осы Атырау облысындағы Атырау қаласына келген мамандарға қызметтік пәтер мәселесі үлкен күрделі мәселе болған болатын. Оған дейін мекемелер өздерінің қаражатынан келген мамандарға пәтер жалақысын төлеген болатын. Осы мәселені шешу мақсатында осы 2024 жылы бізде 111 пәтер сатып алынды қаладан, және келген мамандар қызметтік пәтермен қамтамасыз етілді. Одан бөлек әлеуметтік қолдау мәселесі, яғни қалаға және ауданға, аудан орталығына және аудан шалғай ауылдарға барған мамандарға да осы әлеуметтік бір жола берілетін әлеуметтік қолдау бекітілді. Ол да жыл санап көлемі өсіп келе жатыр. Биыл 26 жылы тағы да біздің жоспарымызға сәйкес осы әлеуметтік қолдауда егер өңірімізге келген тәжірибелі мамандар болса, 3 жылдан жоғары тәжірибе өтілі болған мамандарға 30%-ға дейін бір жолата әлеуметтік қолдау мәселесін өсіру жоспарланып отыр. Одан бөлек бізде қазір республикада алғаш рет осы Атырау өңірінде отбасы банкпен бірлесіп, осы ипотекалық бағдарламамыз іске қосылды. 24 жылдан бастап, 24 жылы 43 дәрігеріміз осы ипотекалық бағдарлама бойынша баспанаға ие болған болса, 25 жылдың қорытындысы бойынша 40 дәрігеріміз ие болды. Қазіргі таңда 20-дан астам дәрігердің құжаттары қаралуда. Сонымен қатар инфраструктура мәселесі, өздеріңізге мәлім, Атырау облысындағы инфраструктураға да үлкен көңіл бөлініп жатыр. Жалпы осы соңғы 3 жылда бізде 32 нысан пайдалануға берілген болатын. Қазіргі таңда да құрылыс жүріп жатқан объекттеріміз бар. Оның ішінде үлкен объекттер, емханалар, жедел жәрдем станциясы, 3 станциясымен және осы біздің онкологиялық диспансеріміздің жанындағы радиологиялық корпус. Жалпы бұл бағыт бойынша жұмыстар жалғасуда. Өздеріңізге мәлім, алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық бағдарламасы бойынша мемлекет басшысының тапсырмасымен Атырау облысында 18 нысанның жұмысы аяқталып, пайдалануға берілген болатын. Сонымен қатар алдағы уақытта бізде жоспарымызда облыстық ауруханаға жаңа ғимарат салу мәселесі. Қазіргі таңда осы жобалық сметалық құжаттары дайындалуда. Онкологиялық диспансердің жобалық сметалық құжаттары қазір осы сәуір айында аяқталуы тиіс. Одан бөлек 250 төсектік психикалық денсаулық сақтау орталығы және осы қаладан осы бірінші емханаға үлкен филиал. Сонымен қатар өздеріңізге мәлім, қазіргі біздің қаладағы емханаларымыз, бірінші емханамыз, 4-ші емхана, жаңа ғимарат салынып жатыр, оған 5-ші емхана және 2-ші емханамыз. Жалпы осы күрделі жөндеуді қажет ететін осындай емханаларымыз, оған қазір бізде ГЧП мемлекеттік жекешелік серіктестік арқылы қазір толық реинновация жүргізу мәселесі қазір қолға алынуда. Бұл қазір BI Group компаниясымен бірлесіп бұл жұмыс іске асырылып жатыр. Қазіргі таңда барлық осы ғимараттардың, осы Атырау қаласындағы біздің медициналық нысандардың, ескірген нысандардың бәріне қазір техникалық дефектный акт жасалып, барлығын алдағы уақытта реинновация жасау жоспарлануда. Ол жұмысты осы жылдың соңына дейін бастау көзделіп отыр.
Жалпы қысқаша айтқанда осы жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар осы. Сонымен қатар мынау тағы бір айтып кететін мәселе, мынау біздің медициналық техникалық базамыз жабдықтандыру мәселесі. Жалпы бұл көрсеткіш бізде 92,3% құрайды облыс бойынша. Алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша демеушілердің көмегімен тағы да басқа жергілікті бюджеттің есебінен осы толыққанды қазір осы жабдықтандыру мәселесі тоже жоғары деңгейде жүргізілуде. Атап айтсақ, қазіргі барлық 7 ауданда да компьютерлі томограф қазір орнатылды. Және осы біздің ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы бағдарламасы аясында Құрманғазы аудандық ауруханасына осы жылдың соңына дейін тағы да МРТ орнату көзделіп отыр. Жалпы бұл бағытта да жұмыстар жалғасуда. Жалпы осы баяндамамда қысқаша айтып кететін осы. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Қайсар Қайратұлы, ақпаратыңызға көп рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, ортаға шығып қоюға рұқсат. Мархабат. Прикаспийская коммуна газета, корреспондент Марина Куанышева. Кайсар Каратович, недавно был общественный совет, заседание, и там рассматривали вопрос о здравоохранении. И в целом члены комиссии были довольны работой. Как вы сказали, по показателям, у нас по качеству лечения хорошие показатели. У нас очень хорошо работает перинатальный центр, врачи скорой помощи, вот станции скорой помощи. Очень хорошие показатели по детской больнице. Ну, по многим службам, вот это вы отразили в докладе. Но есть такие моменты, которые в целом, портят картину, что ли. Это вот 5-минутки, которые проводятся утром именно, начало приема. Вот об этом говорили на общественном совете. Можно ли поменять их на после обеда, когда поток в поликлинику уменьшается? Потом очень длинные очереди, несколько недель ждут буквально. Потом не все пожилые люди могут онлайн записаться. Вот эти моменты как будете решать? И очень много жалоб по Достармеду. Вот частная клиника берет госзаказ. Вот как механизм проверки их, предоставления услуг? Как это вот отрегулировано? Спасибо за вопрос. Постараюсь прокомментировать все вопросы, которые вы озвучили. Первый вопрос это вот касательно 5 минут, которые проводятся. Да, мы, в принципе, сейчас вот начали тоже мониторинг. Управлением здравоохранения проводится мониторинг поликлиники. То есть наша основная цель ознакомиться с бизнес-процессом, который проводится. И получается вот именно с пациентами беседуем с пациентами, которые в поликлинике, какие проблемные вопросы, на какие вот именно хотелось бы проблемные вопросы акцентировать внимание. То, что касается 5 минуток, это 5 минуток можно проводить до приема. Если прием начинается в 9 утра, можно проводить в 8:30. Это нормальная практика, которая используется в других регионах, в других медорганизациях. Так что эта проблема решаемая. Мы со своей стороны рекомендации были даны. А теперь этот вопрос, я думаю, что больше не будет подниматься. Касательно очередей. Да, к сожалению, очереди это самая основная проблема, особенно это к узким специалистам. К сожалению, не в всех поликлиниках есть узкие специалисты, которые необходимы, и приходится консультироваться на базе областных наших центров. Этот вопрос мы тоже решаем. Один из путей решения это внедрение, так скажем, телемедицины онлайн. По этой платформе сейчас у нас есть несколько предложений по данному вопросу касательно внедрения дистанционных медицинских услуг и дистанционной консультации касательно именно вот узким профилем. В этом направлении тоже работа проводится. В целом, да, проблемы, конечно, есть и положительные моменты, основные. Вот, я в своем докладе отразил. К сожалению, как вы сами знаете, вот именно материнская смертность в нашем регионе была высокая, младенческая смертность в это времени. Благодаря вот принятым мерам за последние 3 года мы этот показатель снизили. Так что мы и стремимся тоже в этом направлении вот, к хорошим показателям. Но проблемы, конечно, в нашем
в нашей службе имеет место быть. Этим проблемами тоже мы занимаемся. Это находится на нашем контроле. Спасибо за вопрос. Еще один вопрос есть. Вот сейчас педиатрические участки или сократились, или будут сокращаться. Вот как это отразится на жителях? У нас в области есть, то есть педиатрические участки в каждой поликлинике, но, конечно, сейчас вот делегируют полномочия, то есть врачи общей практики, вы, как сами знаете, вот это где-то в 2015 году эта реформа была принята, то есть врачи общей практики — это специалисты, которые должны именно консультировать и детей, и взрослых, и то есть они должны ставить диагнозы и дальше вот проводить лечение. А то, что касается нашего региона, конечно, у нас педиатрические участки пока функционируют, по этому вопросу мы сейчас еще окончательное решение не принимали, то есть именно сокращение пока вот до конца года этот вопрос пока не стоит, не рассматривается. Последний вопрос. Вот почему в Атырау складывается такая тенденция, что 80% жителей обращаются в частные клиники? Почему такая ситуация складывается? Ну, не знаю, откуда у вас такая статистика. Конечно, у меня нету такой статистики, сколько процентов. В целом нашими поликлиниками ежегодно оказываются услуги. Вот 5 миллионов, больше 5 миллионов услуг. А сколько вот именно в частных организациях, к сожалению, такой информации не имею, не владею, потому что не у всех частных клиниках у них есть базы единые, которые можно мониторировать, сколько услуг. Ну, конечно, это, то есть право выбора пациента никто не отменял, это, наверное, там по желанию самих пациентов, наверное, не обращаются, но обращаемость именно вот государственной медицинской организации тоже с каждым годом увеличивается. Естіліп тұрмын. Қазақстан ұлттық арнасынан журналист Нұрсұлтан. Мына кешен әлеуметтік желілерден көріп жатырмыз. Мына индірлік 6 айлық сәби көз жұмды деген ақпарат шығып жатыр. Салмағы 3,5 килолық сап-сау бала дейді. Енді бұл жерде ата-аналар осы ақ халаттыларды кінәлап отыр. Бұл жерде неге қылмыстық іс ашылмады? Сол бойынша айтып кетсеңіз, және нөмірі 1-ші поликлиникаға тіркелген екен, қателеспесем. Және екінші сұрақ, Атырау облыстық ауруханасының жөндеу жұмыстары неге созбалаңға салынды, қашан бітіруді жоспарлап отырсыздар, жалпы қадағалау қалай жүріп жатыр құрылыс жұмыстарын? Сәби өліміне қатысты ақпаратты айтып кетейін. Кеше әлеуметтік желілерде бұл мәселе көтерілуде. Бұл Индерден емес, Қызылқоғадан болу керек, қателеспесем. Қызылқоғадағы сәби. Қазіргі таңда судмедэкспертиза қазір осы сәбидің өліміне қатысты қазір тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Әлі қорытындысын алған жоқпыз. Жалпы денсаулық сақтау кодексіне сәйкес 1 жасқа дейінгі барлық сәби өлімі, олардың бәрі судмедэкспертиза тексеріліп, қорытындысы бойынша тиісті шаралар қолданылады. Енді қазір қорытындысына сәйкес біз тиісті шараны алатын боламыз. Бәл қорытындысы бізге әлі келіп түскен жоқ, әлі тексеріс жұмыстары жүргізуде. Жоқ, бірінші судмедэкспертиза шығады қорытындысы, одан кейін барып ары қарай тиісті шаралар қолданылатын болады. Жалпы мынау сәби өліміне келетін болсақ, әрине бірнеше бұл факторларды атап өтуге болады. Мынау енді бұл негізгі мәселенің түбірі бұл отбасын жоспарлаудан басталады. Яғни мынау жүктілік кезінде интервалды сақтау және жүктілікке дайындалу, одан бөлек мынау негізгі осы факторлар алып келетін әртүрлі жағдайлар. Мынау жүктілік кезінде әртүрлі бір мынау тексерістер, скринингтердің нәтижесі бойынша әрине бір патология анықталған жағдайда бұл жерде бізде рекомендация беріледі жүктілікті үзу бойынша, өйткені енді бұл өте үлкен қауіпті алып келеді өмірге, әртүрлі жағдаймен, патологиямен дүниеге бала келу мүмкін жағдайлардың бәрі бізге ескертіледі дәрігерлермен, алайда көп жағдайларда ата-аналардың тарапынан жүктілікті үзуге қарсылық танытатын жағдайлар болады. Сонымен қатар енді мынау өте экстремалды масса өте төмен болуына да байланысты балалардың, яғни 1 килоға дейін балалардың төменде, одан бөлек әртүрлі патологиямен туылған осы паллиативті пациенттердің тарапынан да болады. Осыған қатысты енді жаңағы жағдайыңызға қарай қосымша бір ақпарат береміз. Әрине әлеуметтік желіден бұл мәселе көтерілді. Енді қазір мынау судмедэкспертизаның қорытындысына сәйкес ары қарай тиісті жұмыстар жалғасатын болады.
оған дейін қазір күтудеміз. Енді қорытындысы шығады. Енді бұл олар сараптаманың қорытындысы бергеннен кейін бастап бұл жерде қандай болды, негізгі осы жағдайға қандай жағдайлар алып келді, бұл жерде осының бәрі бойынша бізге осы эксперттер нақты қорытынды беретін болады. Сараптама сәуірде шығу қажет. Нақтылап берейін сізге тағы да, нақтылап берейін. Негізі осы бір айдан астам, 1,5 айдың көлемінде шығады. Енді облыстық ауруханаға келетін болсақ, қазіргі таңда өздеріңізге мәлім, облыстық аурухана біздің облыстағы ең үлкен мекемелердің бірі, және осы мынау экстренный көмек көрсететін және жоспарлы көмек көрсететін біздің ауруханамыз. Осыған орай біз әрине бұл ғимарат енді 20 жылдан астам бұрын іске қосылған болатын, эксплуатацияға берілген болатын. Оған осы уақыттың аралығында ешқандай күрделі жұмыстар жүргізілген жоқ. Осыған байланысты осы күрделі жұмыстарын жүргіземіз деп біз шештік, өйткені барлығы осы пациенттерге жағдайды толық жасау үшін. Өйткені қазіргі таңда қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, бірақ параллельно қазір корректировкадан шығу керек. Корректировка енгізілген болатынбыз, өйткені біз осы мынау жатын палаталарды пациенттер үшін арналған тағы да басқа осы қазіргі халықаралық стандарттарға сай қылып жасағымыз келеді. Сол себептен қазір енді осы жылдың соңына дейін күрделі жұмыстар аяқталады деп күтілуде. Одан бөлек жобада енді кейбір мәселелер көрсетілмей қалған болған. Тағы да біз енді осы мамандармен осы комиссияны өзіміз тағы да жиналып, осы құрылыс барысында қай жерде қандай мәселелер бар, осыны қайтадан қарап, тағы да осы ұсыныс берілген болатын. Тағы да мына енді бұл күрделі жөндеу өздеріңізге белгілі, ол жасалғаннан кейін енді 10 жылдан кейін тағы да күрделі жөндеу мүмкіндігі жоқ. Сол себептен барлық осы сол жобада көрсетілмей қалған сұрақтардың бәрін енгізуге тырыстық. Онымен қатар қазір енді өздеріңіз білесіздер, жалпы облыстық аурухана 3 ғимараттан тұрады. 3 ғимараттан тұрады. Ол қазіргі күрделі жөндеу жұмыс жүргізіп жатқан ол 2 ғимарат, ол 98-ші осы 2000 жылдары берілген ғимараттар. Оған дейін ескі ғимараты бар. Ол жерде жалпы төсек қоры 135 төсек орын құрайды. Ол жерде қазір травма пункт, өздеріңіз білесіздер, нейроинсультный отделение бар. Ол ғимарат 67 жылы салынған болатын, әрине ескірген, ол енді ешқандай күрделі жөндеуге келмейді. Қазір біз сол ғимаратты бұзып, орнына 200 орындық тағы да бөлек корпус салу жоспарлап жатырмыз. Қазір енді бұл мәселе бойынша жақында өздеріңіз көрген боласыз әлеуметтік желіде. Қазір эскиздері дайын, жобалық сметалық құжаттары қазір дайындалып жатыр. Енді осы жылдың соңына дейін бітсе, келесі жылы құрылыс бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Яғни сол ескі ғимаратты бұзу арқылы соның орнына сол облыстық аурухананың сол өзінің территориясына салынатын болады. Рахмет. Қайсар Қайратұлы, саламатсыз ба? Каспия Ньюс телеарнасының журналисі Нұрбиба. Осыған дейінгі сұхбаттарыңыздың бірінде қателеспесем, жаңа сіз тұрғын үймен қамту бойынша дәрігерлерді атап өттіңіз ғой. Сол кезде орта буын қызметкерлерінен де осы бағытта ұсыныстар жиі түсетінін айттыңыз. Бұл мәселе қалай қарастырылып жатыр? Оларға да бір арнайы бағдарлама жасау немесе қаржы бөлу қарастырылып отыр ма биыл? Сұрағыңызға рахмет. Бұл мәселені мен айтқан болатынмын. Яғни осы біз бағдарламаны іске асырған кезде, бізде ең бірінші осы 24 жылы іске асырдық. Жаңа айтып кеттім, 43 дәрігер ипотекаға ие болды, пәтерге. Ол жерде бізде бірінші енгізілген бағдарламамызда бастапқы жарнасыз болды. Яғни 19 жылға 5%-бен пәтер алуға мүмкіндік берілді. 2025 жылғы бағдарламада енді отбасы банктың өзінің талаптарына сәйкес енді 10%-дық бастапқы жарна, бірақ сол пайыз мөлшері 5%-мен қалды. Әрине ол өте тиімді. Ондай пайызбен ешқандай банк, екінші деңгейлі тағы да басқа отбасы банкте де ондай мүмкіндік қарастырылмаған көп жағдайда. Осыған сәйкес енді орта буын қызметкерлерінде келіп түскен болатын осындай өтініштер келді. Бізде қатысайық, бізде осындай. Енді біз қазір бұл мәселе нақты шешім әлі бүгінгі таңда мен сізге қазір кесіп айта алмаймын. Бірақ әрине біздің осы ойымызда бар, ары қарай енгізсек деген. Бірақ қазір енді нақты шешім тапқан жоқ. Мен ойлаймын осы жаз айларына дейін тағы да бір зерделеп, тағы да қарап, қазір біз 25 жылдағы бағдарламамыз қазір аяқтап жатырмыз. Енді әлі аяқталған жоқ, тағы да 20-дан астам дәрігердің қазір құжаттары қарастырылуда. Қазір толық аяқталғаннан кейін осы 2 жылда біздің атқарылған бағдарламамыз бойынша тағы да бір зерделеп, қорытындылап, сол кезде шешім қабылдаймыз деп ойлаймын. Рахмет.
Түсінікті, рахмет. Екінші сауалым, жалпы Атырау облысында соңғы жылдары енді түрлі жан түршігертін қылмыстар көбейіп кетті. Оның көбі әлеуметтік желіден көріп жатырмыз, сот процестеріне қатысып жүрміз. Басым бөлігі психикалық дертке байланысты. Жалпы өңірдегі ситуация қандай? Психикалық ауытқуы бар азаматтардың санында өсім байқала ма, немесе азайып келе жатыр ма? Біз бұл аурумен қалай күресіп жатырмыз? Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда бізде енді осы психикалық диспансерде есепте тұратын пациенттердің саны, қателеспесем, нақтылап тағы да қосымша айтуға болады, 6000-нан астам пациент тұрады. Оның ішінде жаңағы стационарда ем алып жатқаны бар, және мәжбүрлі өзі арнайы мекемелерде орналастырылғандар бар, және мынау амбулаторлық жағдайда, яғни үй жағдайында емделіп жатқан пациенттер бар. Енді мен қазіргі таңда енді қажетті көмектер ол алынуда, көрсетілуде. Әрине ол көрсеткішке байланысты, осы хаттамаға байланысты қажетті емдерін алып тұрады. Амбулаторлық пациенттердің бәрі бақылауда. Әрлі емханада бізде өздеріңізге мәлім психиатр дәрігер қызмет атқарады. Яғни ол біздің психикалық денсаулық сақтау орталығының мамандары, бірақ біз оларды әр емханаға бекіткенбіз, әр емхананың базасында олар қызметін жасап жатыр. Яғни сол емханада тіркелген барлық сол контингентке осы диагнозбен олар қажетті жаңағы динамикалық бақылау жүргізіп отыр. Жалпы енді ем жүргізілуде, енді әр жағдай басқа өзіміздің тарапымыздан айтқанда осы, енді қалған мәселелер, басқа оқиғалар болсын, қылмыстық оқиғалар болсын, оның қаншалықты олардың қатысы бар, басқа ол туралы мәліметтерді айта алмаймын. Жалпы өсім бар ма? Осы психикалық ауытқуы бар адамдардың саны бізде Атырауда өсіп келе жатыр ма? Мысалы, арнайы өсіп жатыр деп нақты айтуға болмайды. Динамика қалыпты, бір қалыпты динамика. Енді соңғы 3 жылда былай алатын болсақ, бұл динамика қалыпты деп айтуға болады. Былай резкий өсім, тағы басқа күрт өсіп жатыр деп айта алмаймыз. Жаңа сіз баяндамаңызда бір атап өттіңіз, осы психикалық денсаулық орталығының ғимаратына байланысты. Бұл жаңғырту жұмысы немесе бұл жерде психикалық денсаулық сақтау орталығы, өздеріңіз білесіздер, бірнеше ғимараттан тұрады. Бұрында бұл екі служба бөлек болған, әрине психикалық ол бөлек болған, және наркология бөлек болған болатын. Қазір енді соңғы осы реформалардың аясында осы қызметтер біріктіріліп, қазір психикалық денсаулық сақтау орталығы деп осындай мекемеге ат берілді. Қазіргі таңда олардың ғимараты өте ескірген. Бұл жобалық сметалық құжаттама басталғанына біршама уақыт болды. Қазіргі таңда әртүрлі осылай жоспарлау, жобалау барысында кемшіліктердің туындауына сәйкес бірнеше рет ол қайтадан кері қайтарылған болатын. Сол себептен қазіргі таңда енді осы жазға дейін осы жаңа 250 орындық психикалық денсаулық сақтау орталығы қазір іске қосылады деп шығады деп жоспарлап жатырмыз. Әрине бұнда құрылыс жұмыстарын бастау біздің ойымызда. Қайда салынады? Бұл жаңа Алмалы мөлтек ауданында салынады. Сол жақта үлкен ғимарат іске қосылатын болады. Яғни ол жерде енді бір блогы психикалық ауытқуы бар пациенттерге, бір блогы наркологиямен ауыратын пациенттерге, наркология есеп тұратын пациенттерге арналған. Және де біздің біраз осындай жоспарларымыз бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, сол ғимарат ашылғаннан кейін тағы да осы балаларға арналған тағы амбулаторлық, тағы басқа күндізгі стационар, сондай орталықтар тағы да қосымша ашылуын жоспарланып отыр. Түсінікті. Қазіргі уақытта енді атышулы істердің бірі Сұлтан Сәрсемалиевтің ісіне қатысты. Әйелі, бұрынғы әйелі Ақбаян Мұқанғалиева осы облыстық психикалық денсаулық орталығында екені белгілі. Пациенттің қазіргі жағдайы қандай, пікір білдіре аласыз ба? Жалпы енді қазір қолданыстағы кодекске сәйкес, әрине біз пациенттердің жағдайы бойынша осы журналистерден көп түседі, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Оның жағдайы, оның диагнозы, тағы да басқа мәселе ол жариялауға жатпайды. Әрине олардың келісімінсіз, жалпы енді өздеріңіз әлеуметтегі желіден көріп отырсыздар. Соттың шешімі бойынша сондай шешім қабылданған болатын. Қазіргі таңда енді қажетті емін алуда. Түсінікті. Соңғы сауалым, осыдан бірнеше апта бұрын облыстық әкімдіктен осы жекешелендіруге қатысты хат жолдап ресми жауап алып едім. Сол хаттың жауабында облыстық балалар стоматологиялық емханасы сатылады деген ақпарат келді.
бұл жөнінде кеңірек ақпарат беріп өтсеңіз, не үшін сатылады, қандай бағытта алдағы уақытта жұмыс істейтін болады, қашан сатуға шығарайын деп отырсыздар, ертең ол жақтағы медициналық қызмет қалай ұйымдастырылатын болады, сол туралы айтып берсеңіз. Қазір өздеріңізге мәлім, стоматологиялардың бәрі жеке. Осы біздің Атырау облысында жалғыз облыстық балалар стоматологиясы ғана осы мемлекет меншігінде. Әрине біздің өзіміздің позициямыз бұған қатысты, біз барынша бұл өзіміз енді бұл стоматологияны алып қалу қажеттігі бойынша айтқан болатынбыз. Енді қазіргі таңда мына үкіметтің қаулысымен осы тек стоматология емес, жалпы республика бойынша басқа өңірлерде алатын болсақ, мысалы көптеген медициналық нысандар жекеменшікке жатады деген осындай қаулы бекітілген болатын. Оның ішінде Атырау облысында бірнеше нысандар бар, соның біреуі біздің стоматология. Жалпы енді стоматологиялық біз енді жекешеленуге берілгеннің өзінде де біз қазір жоспарымыз бар. Жалпы мына балалар ауруханасының базасынан осындай балалар стоматологиясын ашып, ол жақта да қызметті ары қарай жалғастыру бойынша. Әрине бұл мәселе бойынша енді қазір бізде бірнеше өзіміздің нелеріміз бар, жоспарларымыз бар. Соған сәйкес біз қызмет жасап жатырмыз. Соған сәйкес қазір біз өзіміздің жұмысымызды ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы алдағы уақытта мынау стоматология мәселесі бойынша осы біздің өзіміздің облыстық балалар ауруханасына тиесілі осындай соның базасынан да осы стоматологияны ұйымдастыру біздің жоспарымызда бар. Осыған дейін мысалға сіздің орныңызда спорт басқармасы болып, өзі Атырау футбол клубы жекеге сатылады деген ақпарат шықты ғой. Сол кезде бағалау жұмыстары басталғанын айтып еді. Осындай бағалау жұмыстары осы стоматологияда да жүре ме? Қазір қандай процесте жалпы? Биыл жоспарда тұрған нысан ғой? Биыл жоспарда тұрған нысан, бірақ қазіргі таңда енді бағалау жұмыстары, басқа жұмыстар жүргізілген жоқ. Біз енді нақты оны қашан, қай уақытта берілетінін, жариялама қай уақытта жазатынын білмеймін. Оны енді қаржы басқармасымен бірлесіп сізге бір қосымша жауап берейік. Түсінікті, рахмет. Әріптестер, рахмет, сұрақтарыңызға тағы болса. Қайырлы күн, Атырау ақпарат, Атырау пресс сайтының арнаулы тілшісі Серікбол. Сіз жаңа бұл сұрақты жалпы жауабын айтып өткен болуыңыз керек, бірақ нақтылағым келіп тұр. 2008 жылдан бері психоневрологиялық диспансерге жаңа ғимарат салу қажеттілігі туралы мәселе көтерілді. Бұған дейін нысанды Талғайран ықшамауданында салу жоспарланғаны айтылған. Кейінірек 250 орындық диспансер Алмалы ауылында Әсем жоба құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мердігер компаниясының қатысуымен салынатын хабарланған, алайда 39 жыл салынған ескі ғимарат әлі күнге дейін пайдаланылып келеді. Қазіргі таңда жаңа психоневрологиялық диспансердің құрылыс жобасы қай сатыда, бүгінгі дейін қандай нақты жұмыстар бар деген сұрақ нақтылап кетсеңіз. Рахмет. Енді мынау жер мәселесіне қатысты, бұл жобалау барысында бұл мәселе туындады. Яғни қалалық әкімдікпен бірлесіп жұмыс жасалған болатын. Осы біз бірнеше нысандар өздеріңіз айтып кеттім ғой. Біз бірнеше нысандар, емханалар, мынау жедел жәрдем, тағы да басқа да осы қаладан біз осы жер бөлуге сұраныс жасаған болатынбыз. Осы құрылыс сәулет басқармасымен бірлесіп, яғни осы психикалық денсаулық сақтау орталығына қажетті жер телімі сол бірінші Талғайран мөлтек ауданынан берілген болатын. Бірақ ол жерде қазір инженерлік сеттердің әлі толық қолжетімсіздігін ескере отырып, қайтадан осы бұл енді бізбен емес, яғни осыған қатысты құзырлы басқармалармен қабылданған шешім осы Алмалы мөлтек ауданынан берілді жер. Қазіргі таңда да осы инженерлік сеттерге қатысты мәселе болды, тағы да басқа мәселе туындады. Осыған қарай енді кішкене жобалау, сметалық құжаттауды бекіту кішкене созылып кетті, созылды. Қазіргі таңда енді ол мынау құрылыс басқармасының ақпаратына сәйкес қазір аяқталды. Яғни осы жаз айларына дейін толық бұл мынау біздің мемлекеттік сараптамадан шығу қажет қорытындысы. Мемлекеттік сараптамадан шыққаннан кейін қорытындысы әрине жергілікті бюджеттен осы ғимаратты салуға қаржы қарастырылатын болады мәслихат, облыстық мәслихат арқылы. Енді біздің жалпы өзіміздің жоспарымызға сәйкес, құрылыс басқармасының ақпаратына сәйкес біз осы жылдың соңына дейін бұл мекеменің құрылысын бастауымыз керек. Өзіңізге енді мәлім, ескі ғимаратта, жаңа да өзім айтып кеттім сөзімде, ескі ғимаратта орналасқан. Жалпы бұл мәселе ұзақ уақыттан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Енді осы ойлаймын, осы жылы толық шешімін тауып, құрылыс жұмыс басталады деген сенімдеміз. Құрылыс басталған жоқ, басталады.
Тағы бір сұрақ. Бұл жалпы тұтынушылардан, тұрғындардан келген сұрақ қой. Медициналық қызмет сапасына қатысты шағымдарды қайда жолдай аламыз дейді. Жалпы бізде қазір медициналық қызметтің сапасына қатысты бізде денсаулық сақтау басқармасының өзіміздің кол орталықтарымыз бар. Олар 24 сағат жұмыс жасайды. Оған бекітілген мамандарымыз бар. Қазір бұл осы биылдан бастап бұл қазір служба біріктірілді. Сонымен қатар қазіргі барлық мекемелерде денсаулық сақтау басқармасының бұйрығымен пациенттерді қолдау орталықтары қазір ашылған және оған жауапты мамандар бар. Көп мекемелерде қазір бұл мәселе директордың орынбасары штаттық бірлігі енгізілген және ол орынбасардың негізгі қызметі осы арыз шағымдармен жұмыс жасап, соған талдау жүргізу, қандай арыз шағымдар көп түседі, не себептен түседі, қандай жүйелік проблемалар бар, егер дәрігерлерге түсетін болса, қандай дәрігерлерге көп түседі, сол сияқты осы талдау жасап отырады. Сол себептен әрбір мекемеде өздерінің пациенттерді қолдау қызметі бар, оған да жолдай алады. Оны біз көп осы нысандарда, медициналық ұйымдарда бірінші қабатқа, осы кіреберіс жерге, көрінетін жерге орналастырғанбыз кабинеттерін. Одан бөлек денсаулық сақтау басқармасына жолдай алады. Колл-центр арқылы әртүрлі мессенджерлер, WhatsApp ол бойынша тосымыз береміз. Сонымен қатар, егер арыз шағымдар болса, мен өзім әр апта сайын бейсенбі күні сағат 17:00-де мен тұрғындармен қабылдау жүргіземін. Маған да қабылдауға келіп жазылуға болады. Апта сайын мен жүргізіп отырмын. Рахмет. Бәрекелді. Сосын жаңа соңғы сұрағым болсын. Жаңа сіздің баяндамаңыздан мынадай бір статистиканы тыңдадық. Атырау облысы бойынша 2025-24 жылмен салыстырғанда қатерлі ісік ауруларынан өлім жітім көрсеткіші 15,5%-ға, қан айналым жүйесінен болатын аурулардан өлім жітім көрсеткіші 18,16%-ға, туберкулезден өлім жітім көрсеткіші 45%-ға төмендеген. Бұл жақсы. Сонымен қатар, енді демографиялық көрсеткіштерге тоқталатын болсақ дедіңіз, туу көрсеткіші 8,2%-ға, табиғи өсім 8,1%-ға төмендеген деп тұр. Енді бұндай қатерлі аурулар азайғаннан кейін логика салып қарасақ адам саны өсу керек қой. Туу көрсеткіші азайған, өлім жітім жаңағы табиғи өсімнің төмендеуі байқалған, бұның себебіне де зерделеп көрдіңіздер ме? Енді бұл жаңа қатерлі ісіктен негізгі жауап беріп кетейін. Жалпы бұл өлім жітімнің төмендеуі, бұл артында үлкен жұмыс жатыр. Неге десеңіз, мысалы қатерлі ісікке байланысты бұл яғни мынау ерте уақыттағы диагностика, анықтау. Яғни осы қатерлі ісікті осы нулевой бірінші сатыда анықтау және қажетті кезде емін беру. Яғни қазіргі таңда бізде осы мынау қатерлі ісікті анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі. Яғни бұл көрсеткіш бізде положительный динамиканы беріп отыр. Әрине бізде аурушаңдықты анықтау, бізде ол бойынша өсім бар. Ол өсім, ол динамика, положительный динамика есептеледі. Өйткені біз осы қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды не бары ерте анықтасақ, соғұрлым емі аурудың алдын аламыз. Және осы мынау өлім жітімнің төмендеуі де осы сол жұмыстың нәтижесінде. Ол жаңағы қан айналым жүйесіне де байланысты. Өйткені қан айналым жүйесінде де бізде өздеріңіз білесіздер, скрининг бар, скрининг жүргіземіз. Сол скринингте аурушаңдықты ерте анықтаған сайын біз қажетті емін көрсетіп, ары қарай диспансерлік бақылауға аламыз. Сол себептен бұл бағытта жұмыстар жүргізілуде. Жалпы енді мынау қазір туу көрсеткішіне келетін болсақ, жалпы бұл тенденция қазір бізде енді өкінішке орай осы қазір туу көрсеткіші қазір төмендеп келе жатыр. Табиғи өсімде сол да? Табиғи өсімде төмендеп келеді. Туу көрсеткіші төмендеген екен, табиғи өсімде бізде қазір кішкене төмендеу бар бір жылмен салыстырғанда. Бірақ енді бізде қазір мынау жалпы департамент статистиканың даныларын алатын болсақ, бізде енді бұл көрсеткіш алдағы 2 жылдан кейін қайтадан жоғарылау керек. Яғни бізде қазіргі мынау 14 жас пен 18 жас аралығындағы мынау Атырау облысы бойынша аралығындағы біздің тұрғындарымыздың саны өте басқа градациямен салыстырсақ, басқа возрастпен бізде үлкен болып есептеледі. Сол себептен осы 29 жылдан бастап осындай біздің енді жоспарымыз туу көрсеткіші бізде жоғарылау керек. Жыл сайын солай өзгеріп тұрады дейсіз. Жоғарылау керек. Жалпы енді мынау департамент статистиканың данные бойынша ол өздерінің сайттарында жариялаған. Жалпы енді Атырау облысында 2050 жылға дейін 1
120 мың адамға дейін өсім болады деген осындай болжам бар. Бұл тұрғындардың денсаулығымен байланысты емес қой әйтеуір. Бұл нақты оған байланысты емес, яғни мынау жаңағындай мен жаңа айтып кеттім ғой. Түсін, рахмет. Рахмет әріптестер, сұрақтарыңызға. Басқа сұрақ болмаса эфирімізді аяқтасақ. Құрметті Қайсар Қайратұлы, алаңымызға келіп маңызды ақпаратыңызбен бөлісіп, бақ өкілдері тарапынан келген сұрақтарға жауап берген үшін алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ендеше құрметті көрермен, осымен ақпараттық алаңымыздағы баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.